Сәлем баршаңызға, сіздермен Сандыгүл. Бүгін сіздерге қамыры жұмсақ болатын осындай чебуректің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін толық көріңіздер. Көріп тұрғандарыңызда қамыры осындай жұмсақ болады. Ішіндегі еті, яғни етінің суы шығып, дәмі енді ауыздан кетпейтіндей болады. Видеоны соңына дейін толық көріңіздер, және сұрақтарыңыз болса комментарияға қалдырыңыздар. Ең алдымен бізге осындай ыдысымызға 250 грамм суымызды құямыз. Одан кейін үстіне осындай кішкентай қасықпен тұзымызды салып, және де үлкен ас қасықпен 3 ас қасық сұйық майымызды қосамыз. Сұйық майымызды қосқаннан кейін барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Осылай жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне осындай ұнымызды салып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Ұнымыздың жартысын салып, ең алдымен жақсылап араластырып аламыз. Осындай масса болғанда одан кейін қалғанын қосып, тағы да жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Еттің қамыр қосап, қатты елеуге болмайды, жұмсақ етіп. Осындай масса болғанша мені елейсіздер. Мені көріп тұрғандар жұмсақ болады. Қазір сіздерге көрсетемін қандай массада болатын. Мені көріп тұрғандарыңыздай жақындап көрсетейін. Мені сіздерге осындай масса болу керек. Қолға да жабыспайды, бірақ жұмсақ болу керек. Одан кейін осындай салапанға салып қоя тұратын боламыз. Ендігі кезекте начинкасын дайындайтын боламыз. Оған ең осы үй температурасына осылай қойып қоятын боламыз. Начинкасына менде 300 граммдай фарш және де шуаны осылай блендерден өткіздім, яғни жуаның ауызға дәмі келмеу үшін осылай ары қарай бұрышын қосам, тұзын қосып, жақсылап тағы да араластырып алатын боламыз. Дәміне қарай тұз, бұрышын дұрыстап салып аласыздар. Енді кезекте қамырымызды жаямыз. Осындай кішкентай бөліктерге бөліп алатын боламыз. Міне осылай кішкентай бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Достар, менің YouTube каналымда басқа да үйде жасалатын өте оңай рецепттер бар. Көрсеңіздер болады. Каналыма тіркеліп қарасаңыздар болады. Одан кейін осылай кішкене ұнымызға елеп алып, мына начинкамызды салып, ішіне бізде қамырымыз жұқа болу керек. Қатты жұқа да болмау керек. 4 мл дейма, сондай болу керек. Примерно сондай болу керек. Одан кейін осылай үстін жауып, ары қарай осындай велком көмегімен осылай жан-жақтарын осылай біріктіріп шығатын боламыз. Міне бізде шөберекіміз дайын, барлығын осылай дайындап аламыз. Ендігі кезекте қызып тұрған майда осылай қуырып аласыз екі жағын. Астын барына шығарып қойсаңыздар да болады, себебі бұл тез піседі. Достар, осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сұрақтарыңыз болса комментарияға қалдырыңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын. Рахмет, сау болыңыздар.